Бүгінгі сабағымыз әл-бейт, осыра, яғни үй және семья. Дәрс тәсі, 9-шы сабақ. Усратун, семья, отбасы. Келесі сөздермен бірге қайталаймыз. Джаддун, ата. Джаддатун, әже. Әбун, әке. Уммун, шеше, анамыз, ана. Ибнун, бала. Ибнатун, қыз бала. Келесі сөздер. Хадиқатун, бақша. Шаджаратун, ағаш. Уардатун, гүл. Келесі сөздерді жаттап аламыз. Худжратун, бөлме. Бөлмедегі заттар туралы айтылады. Уасадатун, немесе уисадатун, көпшік, жастық дейді. Баттания, көрпені баттания деп атайды. Сиябун, киім, жалпы киімді сиябун дейді. Шаммаатун, яғни орамал, қол сүртетін орамал. Суройя, яғни светильник, шам. Мисбахун, лампочка. Саджадун, яғни жайнамаз. Ибратун, ине. Хайтун, жіп. Миқассун, қайшы. Фуршату аснанин, тіс щеткасы. Мир'атун, айна. Ниқабун, ниқаб жаңағыдай адам қыз баланың бетіне жағатын. Ниқабун. Тифлун, кішкентай баланы тифлун дейді, бөпені. Зиррун, ілгек. Миқассун, кәбир, үлкен қайшы. Миқассун, сағир, кішкентай қайшы. Мәнзелун, мәнзелді үй дейді. Жалпы суреттерді негізі көріп өтсіздер. Мен оқылығын айтам, соны жаттайсыздар. Әл-әбу кәбирун, әл-ибну сағирун. Әл-әбу кәбирун, әке үлкен, әл-ибну сағирун, бала, яғни баласы, сын, баласы, кішкентай. Хәлихи уммун, ва хәлихи ибнатун, бұл шеше, ана. Ва хәлихи ибнатун, бұл қыз бала, қызы деген сөз. Яғни хәдихи исме ишара, бұл деген сөз. Ол әлде де алдағы уақытта келеді. Жаттығулар, әт-тадрибат. Әт-тадрибул ауал, бірінші жаттығу. Келесі сөздерді мен бірге қайталап, мағынасын ұғынып жаттап аламыз. Усратун, отбасы. Джаддун, ата. Джаддатун, әже. Әбун, әке. Уммун, шеше. Ибнун, бала. Ибнатун, қыз бала. Хадиқатун, бақша. Шаджаратун, ағаш. Уардатун, гүл. Худжратун, бөлме. Уисадатун, көпшік. Баттаниятун, көрпе. Сиябун, киім. Шаммаатун, орамал. Суройя, светильник. Мисбахун, лампочка. Саджадатун, жайнамаз, жерге жаятынды саджадатун дейді. Ибратун, ине. Хайтун, жіп. Миқассун, қайшы. Фуршатун, щетка. Мир'атун, айна. Тифлун, кішкентай бала, бөпе. Зиррун, ілгек. Ниқабун, ниқаб. Келесі суреттер тұр, және жанында сөзі. Сол қайшыған келеді, сәйкес келетін айтасыздар әт-тадрибаттан екінші жаттығуда. Хадиқатун дегеніміз не? Және оның тұсына қайсы сурет сәйкес келеді? Әлбетте бау-бақшаның суреті. Хадиқатун жанында. Джаддатун, әженің суретін көріп тұрып. Келесі. Мисбахун, лампочка. Қайсы біздер лампочка? Көрініп тұр. Шаджаратун, ағашты да көрсетеміз. Әт-тадрибаттан келесі үшінші жаттығуда дәл солай. Қайсы сөз, қай суретке сәйкес келетінін айтамыз. Мысалы, біріншісі әбун, әке, қамиста тұрған суретті көрсетеміз. Ибнатун, қыз бала. Ибнун, бала. Демек, дәл солай осы суреттермен орындарынан қойып шығамыз. Әт-тадрибур раби', төртінші жаттығу. Бұл сабақта біздер бұл ер адамға ертегіні көрсетіледі.
Хадихи әйел адамға әйел тегінен көрсетіледі. Мысалы, хада әбун, бұл әке. Хадихи уммун, бұл ана. Яғни хадихи бұл, бірақ әйел тегіне. Хада ибнун, хада бұнун. Немесе бірден кіріп кетсек. Хада ибнун, бұл бала. Хадихи ибнатун, бұл қыз бала, қызы. Хада джаддун, бұл ата. Хадихи джаддатун, бұл әже. Яғни ертегінде хада, әйел тегінде хадихи қолданылады. Әт-тадриб ал-хамис, 5-ші жаттығу. Са әрпі сөздің басында, ортасында және әртүрлі харакатпен келетіндігін көреміз. Мысалы, thawbun, thurayya, thallajatun, kummathra, thiyabun әртүрлі харакаттармен және әр жерде келді. Дәл солай келесі әріп зәл, зираун кәсірамен, бәдинжан, нафизатун, хидаун, ұзынун. Бұл сөздердің бәрін негізінде біз өткен болатынбыз. Оның мағынасын білесіздер. Хада бұл ертегінде, хадихи бұл әйел тегінде. Хадихи сөзінде басында келіп тұр, және фатхамен. Және соңында хадихи соңында да келіп тұр кәсірамен. Захрун ортасында да келіп тұр, көріп тұрсыз қалай. Уәджхун, келесі сөздердің бәрін мағынасын білесіздер. Әт-тадриб ас-садис, 6-шы жаттығу. Бә және мимнің айырмашылықтарын, сөздердің айырмашылықтарын қарап аламыз, ұғынып. Бәта, мәта, саб'ун, сам'ун, азибун, азимун, барра, марра, бәссо, мәссо, кәтәбә, кәтәмә. Түсінікті да? Бәті түнеді, мәті қайтыс болды. Саб'ун, жеті, сам'ун, есту. Азиб, бойдақ, азим, яғни бір нәрсеге сөз беріп, соған тұрушы азим, яғни бір нәрсеге бел болса. Барра, яғни жақсылық жасау, марра, өтіп кетті. Бәссо, ол жаңағыдай шылтырау деген мағына келеді. Мәссо, яғни сору. Кәтәбә, жазу, кәтәмә, жасыру. Келесі сөздердің айырмашылығын және мағыналарын түсіндік. 7-ші жаттығу. Әт-тадриб ас-саби', 7-ші жаттығу. Хада китабун кабирун. Кішкене сөйлемдер құрастырып үйренеміз. Мысалы, хада китабун кабирун. Бұл үлкен кітап. Китабун, кітап, кабирун, үлкен. Хада қаламун сағирун. Бұл қалам, кішкентай, сағирун. Әл-кибриту алал-мактаби. Шырпы стөлдің үстінде, яғни партаның үстінде тұр. Әл-мударрису яфтахун нафидата. Мұғалім терезені ашып жатыр. Яфтаху. Әл-мударрису юмсикул курсия. Мударрис, ұстаз, орындықты алды. Келесі сөздерді жаттығу. Әт-тадриб ас-самин. Са әрпінің сөздің басында, ортасында, соңында және әртүрлі харакаттермен келуі. Саубун, сиябун, сурайя. Фатха, кәсір, дамамен келді. Сасису. Келесі әріп, хадиқ, ха әрпі. Хадиқатун, хидаун, худжратун. Ха, хи, ху. 3 харакатпен келетіні белгілі. Әт-тадриб ат-таси', 9-шы жаттығу. Джим әрпі. Сөздің басында, ортасында, соңында және әртүрлі харакаттермен. Джазарун, яджри, яхруджу. Джа, джи, джу. Және сөздің басы, ортасы, соңында келіп тұр. Сөздің мағыналарын білесіздер, өткен сабақтан өткен. Та әрпі сөздің басында, ортасында, соңында және әртүрлі харакатпен. Туффахун, китабун, кибритун. Фатха, кәсірі, тамма. Та, ти, ту. Және сөздің басы, ортасы, соңында келетіні көрініп тұр. 10-шы жаттығу. Әт-тадриб ал-ашр, соңғы. Бәбун және китабун сөздерін жазамыз. Және бұл оңай сабақ болғандықтан біздер қосымша бәбун және китабунға кішкене сөйлемдер құрастырып үйренейік. Мысалы, хаза бәбун кабирун деп.
Hada kitabun sagirun деп. Hada kitabu Muhammadin. Hada babu beytin. Дәл солай осындай сөйлемдер құрып, жазып үйренеміз.